құрметті ағайын. Аса қадірменді Бибігүл Ахметқызы, сіздің рұқсатыңызбен, көрермендердің рұқсатымен сіз үшін жүректен бүгінгі әдемі кешіңізбен құттықтағым келіп тұр. Менің дәл осы сахна төрінде, осы байқаудың сахнасында сізге зор лебіздерімді білдіруім қаншалықты орынды немесе орынсыз екенін білмеймін, бірақ мен үшін дәл сіздің байқауыңызда отырып сізге әдемі сөз сөйлеу үлкен бақыт, үлкен құрмет, үлкен мәртебе екендігін айтқым келіп отыр. Қазақта жақсы сөз бар, бақ шабама, бақ шабама дейді. Қазіргі күні азды-көпті жетістіктерге жетіп келе жатқандығым сіздердің көз алдарыңызда өтіп жатыр. Бірақ дей тұрғанмен ең алғашқы кәсіби атақты әнші болып, маған өзінің аналық, әжелік қолдауын көрсеткен ол әрине Бибігүл Ахметқызы. Небәрі 20-ға 75 жасында, 19-20 жасында Савиян базары байқауына аттанғалы жатқан кезінде мұнда Қарлығаш апайымыз отыр, Әбдікәрімова. Осы кісімен Савиян базарына барған Қарлығаш апайымыз ертіп барарда Бибігүл апайымыз шақырып, балама ақ батамды берейін, жолы ашық болсын, үлкен мақсат мұраттарға жете берсін деген оймен ақ маржандай әдемі баталарын берген тұғын. Содан бері қателеспесем 12 жылдай уақыт өтті. Әрбір осы уақыт арасында қатысқан жобаларымның алдында, байқауларымның алдында немесе үлкен шетелдерде болсын, концерттерде беріп жатқан кезде Бибігүл апай міндетті түрде ұмытпастан маған ақ батасын беріп, үлкен қорған қалыптастырып, сол себептен ақ тілегіңіз үшін, ақ пейіліңіз үшін көптен көп рахмет сізге. Жаңағы айтып өттім, азды-көпті оқиғалар болды, азды-көпті байқауларға қатыстым, концерттерге қатыстым деп. Бірақ менің ең үлкен жетістігім ол белгілі бір байқаулардағы орын емес, белгілі бір деңгейде өзінің шығармашылық жобаларында жүзеге асыру емес. Ол ең алдымен халықтың махаббаты тұғын, бірақ дей тұрғанмен осы күні ерекше бір нәрсені атап өткім келіп отыр. Жаңағы жетістіктер Бибігүл апайымыздың бір қолдауының астында, бір ақ батасының астында, бір мақтауының астында түкке тұрмайды. Ана кезден бері Бибігүл апайға рухани тұрғыдан, әдептілік тұрғысынан отбасымызбен ерекше ой түзедік. Әрине, менің анам және де мен кәсіби тұрғыдан біліктілігімізді арттыру үшін Бибігүл апайға қарап, тамсанып тұрып, талай бой түзеген кездерім әлі күнге дейін есімде. Сіз бізге үлгісіз, сіз біздің үлкен шамшырағымызсыз. Сол себептен апай, сізбен бірге замандас болғаныма, замандас дегенім, яғни сіздің нұрлы жүзіңізді осы өмірде көріп үлгергендігіме өзім ерекше бақытты жан санаймын. Ерекше бақытты жан санаймын. Дәл осы айтып жатқан сөздерім, құрметті ағайын, ешқандай дайындықсыз жүрегімді жарып шығып тұрған сөздер. Ерекше толық үстінде тұрмын. Мен біраз мәрте бұрын-соңды орындалып кеткен әндерді, шығармаларды халық назарына ұсынған болатынмын. Әртүрлі байқауларда болсын, концерттерде болсын. Мейлі ол Еуропаның әншілері орындаған шығарма болсын, немесе Америка, немесе Азия, Уитни Хьюстон, Селин Дион, Паваротти, Майкл Джексон сынды көптеген әншілердің шығармаларын орындадым. Бірақ өзім I'm Singer жобасына қатысып жатқан кезінде бұлбұлды орындауға
ниет білдіріп талпындым да жаңағы жас баланың ішкі амбициясы болу керек. 20-дан енді асқан баламын ол кезде. Бірақ бірден бастадым. Неге десеңіз, әрбір әншінің, әрбір шығармашылық адамының өмірінде қол сұғуға дәті бармайтын, теңдесі биік, өресі биік шығарма болу керек. Менің өмірімде сондай бір шығарма бар. Ол Бибігүл апайымыздың бұлбұлы. Осы оқиғаны Бибігүл апай айтып берген кезінде, балапаным-ау, техникалық тұрғыдан сен шамаң жететін секілді, неге орындап көрмедің деп айтқан тұғын. Енді апайымыздың ұлылығы болу керек, ұлылығы кісілігі деп білдім. Техникалық тұрғыдан болсын, бәлкім жарар сонылықтарды алсам болатын, бірақ ондай кәсібилікпен, ондай теңдессіз деңгейде ешкім болмай отыр. Сол сәтте Бибігүл апай жас болсадан сен көп сөйлеп кетіп жатқан сияқтымын негізі. Мыңда бір рахмет, аман болыңыз, бар болыңыз, сізбен жүздесіп үлгерген менде арман жоқ, сізді қатты жақсы көреміз апай. Қошеметтеріңіз Димаш Құдайберген, Қазақстанның қалалық артисі. Халықтың алдында бір зор ықыласында құрметін сізге дәлелдеу мақсатында кішкене гүл дайындап қойғанбыз. Рұқсат болса беріп жіберсем. Қошеметтеріңіз өтейік, қадірлі қауым, еліміздің ұлығы алғысты болады. Қазақтың бастамашылары, әлем жұлдыздары, Бибігүл апайымызды көргенде Димаш Құдайберген. Құрметті қауым.